Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өзімнің анам үйреткен балалардың ролтон деп ат қойған тамағыменен бөліспекшімін. Міндетті түрде лайк басып, тіркеліп, және де қоңыраушаны басыңыз. Сол кезде сізге жаңа рецепттер, лайфхактар келіп отыратын болады. Ең алдыменен барлығын турап дайындап аламыз. Бізге ол үшін 1,5 дана картоп, болгар бұрышы, пияз және де кішкене сәбіз керек. Мен тауық етін таңдадым. Егер қаласаңыздар сиыр немесе қой етін қолдансаңыздар болады. Бірақ тауық етіменен дәмдірек болады бұл тамақ. Ең алдыменен барлығын турап дайындап аламыз. Менде осындай пышақ бар. Бұл жаңағы картоптарымыздың әдемі болып көріну үшін керек. Мен сол үшін қолданамын осыны. Ал сәбізді балалар бізде жақсы көрмейді, бірақ жеу керек, өте пайдалы. Сол үшін де мен оны үккіштен өткіземін. Бұл да бір лайфхак болсын сіздерге, біле жүріңіздер. Ол сорпаға түскеннен кейін сәбізіңізді байқамай жейді. Сол үшін де үккіштен өткіземін. Болгар бұрышын, пиязымызды турап дайындап аламыз. Содан кейін етті тураймыз. Тауық етінің қажет емес жаңағы терлерін, қажет емес бөліктерін кесіп алып тастаңыздар. Сосын қалауларыңызша тураңыздар. Міне барлығында турап дайындап алдық. Енді қазанымыздың астын қосып, майымызды қыздырамыз. Қызып тұрған майымызға пиязымызды қосып, кішкене қуырып аламыз. Содан кейін етімізді салып қуырамыз. Етімізді кішкене қызарғаншаға дейін қуырамыз, өйткені сол кезде дәмі жақсы шығатын болады. Енді қалғандарын саламыз. Картоп, сәбіз, болгар бұрышын осы кезде салып жақсылап қуырыңыздар. 2-3 минут қуырылғаннан кейін томат қосып тағы да қуырып аламыз. Сосын үстіне су құйып, кішкене астын жай қойып қайнатамыз. Сорпамыз қайнап жатқан кезінде біз осы уақытта қамырымызды дайындаймыз, яғни кеспемізді. Ол үшін бізге тек қана жұмыртқа қажет. Жұмыртқаны адам санына қарай қараңыздар. Егер көп болса, 4-5 жұмыртқадан қоссаңыздар болады. Үстіне кішкене тұз салып, араластырып, және де ұнды саласыздар. Сосын жұмсақ қылып қамыр илейсіздер. Күлшемізді жақсылап дайындаймыз. Күлше қатты болмау керек, сол үшін де ұнды аз-аздан салып отырып илеңіздер. Қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ болып шығуы қажет. Енді осыны жақсылап илеп алғаннан кейін 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Жақсылап тынған қамырымызды жаямыз. Әдемілеп тұрып жайыңыздар, жұқа қылып, барынша жұқа қылыңыздар. Барынша жұқа, жұп-жұқа болса, ол әдемі болып піседі. Піскен кезде де жаңағыдай жеуге өте әдемі, ыңғайлы болады. Енді осыны жұқалап тұрып тураймыз. Егер уақыттарыңыз болса, осыны турап болғаннан кейін де біраз уақытқа жайып қойсаңыздар болады. Сол кезде қамырымыз кішкене қатайып, одан да әдемі шашылып тұрады. Енді сорпамызға аздап тұз саламыз. Осылай қайнап жатқан кезінде кеспемізді саламыз. Кеспені салғаннан кейін араластыруды ұмытпаңыздар. Бір араластырып жіберіп, 10 минут, 15 минут күтсеңіз, қамырыңыз піседі. Қаласаңыздар дәмдеуіш қосуға болады, бірақ мен ешқандай дәмдеуіш қоспай осылай жасаймын. Мен негізі анамнан үйрендім осы тамақты. Содан бері балаларымыз осы тамақты жақсы жейді, сұрап жейді. Жиірек жасауға тырысамын. Сол үшін де ролтон деп ат қойып қойған біздің балалар. Міндетті түрде арнама жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басыңыздар қыздар. Көріңіздер ме, қандай бөлек-бөлек әдемі болып шығады. Және де сәбіздеріңіз де білінбейді. Осылай балалар жақсы жейтін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасап беріңіздер балаларға. Ас болсын.